Сәлеметсіздер ме? Жанға жылу арнасының тыңдармандары, сіздермен бірге Айгерімнің әңгімелері. Арнамызға тіркеліп лайк баса отырыңыздар. Менің 13 жылдық үнсіздігім. Мен бұл әңгімені айтуға көп жылдар бойы батпадым. Өйткені әр сөзімде жара, әр естелік ішінде тыртық бар. Бірақ бүгін мен бұл әңгімені айтуға дайын сияқтымын. Мүмкін бір адам тыңдап, мен кеткен жолға түспеу үшін. Мүмкін бір адам өзін жалғыз сезінбеу үшін. Мен 27 жасымда жесір қалдым. Ол күнді есіме алсам да жүрегім шым ете қалады. Жанат менің күйеуім. Әдеттегідей жұмысқа кеткен. Телефоны үндемей қалған соң жүрегім біртүрлі толқып тұрған. Кешке есігімді қағып, 2 полиция қызметкері кіргенде. Мен аяқ астынан отырып қалдым. Жол апаты. Өкінішке қарай. Қалған сөздері құлағыма жетпеді. Бәрі тұманданып кетті. Сол күн менің өмірімді 2-ге бөлген күн. Мен жалғыз қалдым. 1 жасар баламды құшақтап жылап отыра беретімін. Бірақ нағыз қиындық. Адамдар басталғанда болды. Пәленшенің күйеуі түнде келді деген өсек. Қара жамылған уақытымның 40-на жетпей жатып, ауыл іші гуілдеп кетті. Bir күні есігімді түнде біреу қақты. Қорқып қалдым. Ашсам, көршіміз пәленшенің күйеуі мас күйінде тұр. Жанат жоқ. Енді жалғызың сөйлесейік, көмектесейін деп ішін тартып сөйлеп тұр. Мен бірден: кетіңіз. Қазір әйелі келіп қалады, ертең өсек мені өлтіреді. Деп айқай салдым. Ол кетіп қалды. Ертесіне. Дәл сол кезде, түн ортасында осы еркектің әйелі келді. Құлағымды жарардай айқаймен: мен бәрін білемін. Түнде менің күйеуімді үйіңе кіргізіп алыпсың. Масқара. Мен бала көтеріп тұрып, еңіреп тұрып: Құдай ақы, мен ешкімді шақырған жоқпын. Өз еркімен келді. Айттым ғой, кірме деп түсіндірдім. Бірақ ол тыңдамады. Келесі күні ауылдың жартысы осы әңгімені айтып жүрді. Бірі көрсе қыз. Бірі жас жесір, не істейтіні белгілі деп. Мені көрсе жамырай күбірлейтін. Сол кезде жаным шығып кете жаздады. Жақын құрбымның күйеуі көмектесемін деп келді. Жесір қалған соң алғашқы жазда үйдің шатырын жөндеу керек болды. Ақша жоқ. Кімге айтарымды білмедім. Сол кезде бұрын бірге өскен құрбымның күйеуі келді. Айтпа, ұялып жүрсің. Маған ештеңе де керек емес. Көмектесейін деді. Мен сендім. Адам ғой, көмектескісі келген шығар деп. Ертесінде жұмыс бітті. Ол кетерде: қиын шығар, жалғыз түнде сөйлесіп отырсақ деп қасымда ұзақ тұрды. Таңдайым құрғап кетті. Ертең келініңіз естісе, тағы да мен жаман боламын ғой. Бұлай айтпаңыз. Ол үндемей кетті. Бірақ ертесіне ауылға тағы өсек тарады. Пәленшенің күйеуі бүкіл күнін соның үйінде өткізген. Екеуі не істеп жатқан шығар. Менің жүрегім ауырды. Жаңа ғана ең жақын құрбым маған салқын қарап кетті. Сол кезде өмірден түңіліп кеттім. Адамдардан безіндім. Дүкенде болған оқиға ең ауыр соққы. Bir күні дүкенге кірсем, 2 әйел сыбырласып тұр. 40-қа таяп қалды, әлі жас. Түнде кім келіп жатыр екен? Жесір, әйтеуір. Бош жүрмейтін шығар. Мен оларды естідім. Бірақ шыдай алмай. 2 бала шағам жоқ, жалғызбын. Түнде маған кім келеді? Менде ондай өмір жоқ деп жылап жібердім. Олар сасып қалды. Бірақ ол маған жеңілдік әкелген жоқ. Баламды мектепке апарғанда болған жағдай. Бірде баламның сынып жетекшісі. Ауыл әйелдері айтып жүр. Кім келіп кетеді екен? Ондай сөздер балаға да әсер етеді деді. Мен сол жерде отырып жылап жібердім. Жағдайымды білмей жатып, неге бәрі үкім шығара береді? Мұғалім үндемей қалды. Жылдар өтті. 10 жыл бойымен тек жаман әйел, көмек сұрайтын, еркек көрсе мәз болатын, жесір деген сөздермен күрестім. Бірақ мен төздім. Балам үшін, ар намысым үшін, өзім үшін. Соңында, бұл 13 жыл ішінде мен бір еркекпен де жүрмедім. Ешкімді үйіме шақырған жоқпын. Ешкіммен түнде сөйлеспедім. Кім не десе де, мен жеңіл жүрісті болған жоқпын.
Ең ауыры адамдар емес. Ең ауыры жалғыздық. Және өзіңді түсінетін ешкімнің болмауы. Сол жылдарда мен өзіме бір рет қана серт бердім. Мен жанатыма адал боламын. Біреу түсінбесе, түсінбесін. Бірақ мен жүрегімнің алдында таза жүремін. Мен сол серттен таймадым. Егер қазір біреу тыңдап отырса, біліңіз, ешкім өз еркімен жалғыз қалмайды. Ешкім өсекке лайық емес. Әр адамның ішінде ешкім көрмеген дауысы бар соғыс жатыр. Мен осы жолда сындым, қайта жамалдым, бірақ бір нәрсені ұқтым. Адамдардың пікірі жел, ал жүректің шындығы тас. Мен сол тасқа сүйеніп бүгінге жеттім. Әңгімені соңына дейін тыңдасаңыз, лайк басып пікір қалдырыңыздар.